Қайырлы күн, құрметті ағайын, эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Қара көздеріміздің әлемнің белгілі оқу орындарына білім алуына мүмкіндік берген болашақ бағдарламасының биыл 20 жылға толып отыр. Осыған орай бүгін хабарымызға Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының президенті Ғани Нығметов мырзаны арнайы шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Ғани бауырым, құрметті көрермен, қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, Астанадағы әдеттегідей телефонымыз 553710 хабарласуға болады. Құрметті көрермен, кешіріңіздер, Ғани бүгін өте жұмысы көп, ертең аман-есен болса елбасы келеді деп отырмыз, солай ғой дейме? Иә, солай. Сондықтан кешігіп жатқан себебіміздің біреуі осыған байланысты. Ғани, дайындық қалай бүгінгі күнде? Ол мен осы студияға дәл репетициядан келдім. Дайындалып жатырмыз. Ертең елбасыны күтеміз. Үлкен шара, үлкен сондай саяси сондай шара деп айтуға болады. Бағдарламаға 20 жыл толды. Ол үлкен жас деп айтуға болады бір жағынан. Екіншіден 20 жыл ішінде көптеген азаматтарымыз шетелге барып келді. Соларды тыңдап, қай салада жұмыс істейтін, қандай нәтижелері бар екен, соны талқылаймыз. Президенттің ойын тыңдаймыз. Осы болашақ бағдарламасының жаңа мақсаттары қандай, соған жауап іздейміз. Өзің қай жерде оқып едің? Қай жылғы болашақ бағдарламасының түлегісің? Және мамандығың қандай өзің? Мен өзім болашақ бағдарламасының түлегімін. 2007 жылдың түлегімін. 2005-2007 жыл арасында мен осы ақш-тағы Монтерей халықаралық қатынастар институтын бітіргенмін. Мемлекеттік басқару магистратура бойынша. 2007 жылы соны тамамдап елге келдім. Сол уақыттан бері осы Қазақстанында жұмыс жасап жатырмын. Ғани, айтшы, осы 20 жылдың ішінде қандай жетістікке жеттік біз? Қанша түлек пайда болды бізде, ұл қыздарымыздың? Енді қазір біз осы туралы ашық айтып жатырмыз, барша осы теледидарда айтып жатырмыз, инфографика жасап, медиа компания дейді, соны жасап, біздің осы болашақ түлектеріміз аймақтарда жұмыс істеп жатқан, тағы басқа салаларда жұмыс жасап жатқан түлектерімізді қазір көрсетіп жатырмыз. Сол 20 жыл ішінде 10.025 азаматымыз болашақ стипендия иегері атанды. 10 мыңнан асты. Осы форумда 10 мыңыншы стипендиатымыз барша елге танымал болады. Біздің елбасымыздың қолынан сондай куәлік алады. 10 мыңыншы иегері деп, стипендияның иегері. Сол үлкен осындай мейрам. Екіншіден, осы 10 мың адамның ішінде 6 мыңы елге оралды, қазір жұмыс істеп жатыр. Еліміздің барша салаларында жұмыс істеп жатыр. Соның ішінде медицина, техника салалары, ғылым, білім, ұлттық компанияларда, мемлекеттік қызметте, тіпті заводтарда жұмыс істеп жатыр. Осы форумға көптеген біздің осы заводта істейтін инженерлеріміз, қарапайым жұмыскерлеріміз қатысады форумға, тіпті сөз алады. Сол менің ойымша бұл үлкен осы біздің елімізге үлкен пайда әкелген бағдарлама болды. Президенттің бағдарламасы, президенттің дәл сондай тікелей қатысуымен, тікелей қолдауымен осы бағдарлама дамыды. Жыл сайын бағдарлама не істеп тұрды, өзгеріп тұрды. Соның ішінде алғашқы жылдары, біздің тәуелсіздің алғашқы жылдары көбінесе сол біздің жаңағы мемлекеттік қызметке керек мамандар дайындалды. Соның ішінде 700 адамдай. Осы 94-ші жылдың және 2004 жыл арасында тек қана 700 адамдай дайындалды. Одан кейін 2005 жылдан бастап стипендияның саны өте үлкейді. Соның ішінде 2005 жылы осы біздің президентіміздің жолдауында 3000-ға дейін өсті. Сол уақыттан бері жалпы бағдарлама барша халыққа ашылды. Біздің жас азаматтарымызға, дарынды азаматтарымызға, тіл білетін, талпынысы бар азаматтарымызға ашылды. Сол уақыттан бері 10 мың адам стипендия иегері болды. Ал айтшы, Ғани, жаңағы 6 мың келді, 4 мың қайда? Сол 2,5 мыңы қазір шетелде дәл қазір оқып жатыр. Оқып жатыр, иә. Қалғандары қазір тілдік курста әлде оқуға кетейін деп жатыр.
сол 6000 дәл осы Қазақстанда жұмыс Ал істеп жатқан. мақтаныш ретінде осы түлектеріңіз кім бүгінгі күнде Қазақстанда белгілі? Енді біз осы мәліметті қарадық, аналитика жасап, осы акасы біздің жаңағы саяси қызметімізде 20 түлегіміз жұмыс істейді екен, саяси қызметкер ретінде, мемлекеттік қызметкер ретінде. Жалпы ана корпус А деген бар, қазір осы құрылды. Сол корпус А-да 40-тан аса болашақ түлектеріміз бар екен, кіріпті соған. Одан кейін енді телефон сұрақ бар екен, содан кейін ары қарай тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум сәлем. Мен бір сұрағым бар еді, осы ұсыныс ретінде. Мысалы, болашақтың бітірген көбі министерство жасайды, мысалы, национальный компания дейміз. Соларды, наоборот, райондарға жіберіп, кішкене мына халықтың менталитетін өзгертіп, запыты осындай болады деп, сосын кішкене жизнь, как говорится, көріп, райондарға жіберу керек. Өте дұрыс халықтың арасына. Сосын екінші, мына мемлекеттің ақшасына оқиды көбі. Сосын частный компанияға барады. Сол дұрыс па, дұрыс емес пе? Сосын тағы да сіздің сұрағыңызға жалғастырып жіберейін. Олар одан кейін ауданға, облысқа барғаннан кейін ұмытылмау керек олар. Дұрыс. Соған байланысты мен де сұрағым болады өзіме. Дұрыс. Енді біз осы қарап көрдік, қазір статистиканың бәрін қарадық. 864 болашақ түлегіміз қазір аймақтарда жұмыс істеп жатыр, өңірлерде. 864, осы 6000-ның ішінен. Ол көп емес қой. Ол көп емес, бірақ қанша пайыз? Басында одан да аз болған. Сол қазір осы жұмыс жасалып жатыр. Көптеген осы біздің мемлекеттік мектептерімізде, жаңағы оқу орындарында, заводтарымызға біздің болашақ түлектеріміз барып жатыр. Соның ішінде осы 2011 жылдан бастап осы әдістеме өзгерді, болашақ бағдарлама бойынша мақсаттық түрде жіберілетін болды. Ол дегеніміз, жаңағы жұмыс беретін мекеме, ол мектеп болсын, әлде жаңағы оқу орны болса, бізге өтініш жібереді. Өтініште осы менің жаңағы қызметкерлерімді сондай салаларда жаңағы дайындасаңыз деп бізге сондай өтініш жібереді. Сол өтінішке сәйкес біз болашақ егерлерімізді жібереміз. Ол қайтып келгеннен кейін ол сол өңірлерге бару керек, қайтып бару керек. Өйткені 3 тарапты шартқа қол қойылады. Ол дегені жаңағы мекеме, жаңағы жұмыс беретін мекеме жұмысын ұстайды да, қайтып келгеннен кейін жұмысты жалғастыра беру керек. Сол мекемеде 5 жыл стажировка бойынша 3 жылға дейін жұмыс жасау керек. Ол жаңағы міндет, шарт себебінде. Соның арқасында қазір өңірлерде, біздің аймақтарымызда көптеген болашақ түлектер барып жатыр. Ол жұмысты біз жалғастырамыз. Жалпы айтқанда жаңағы сұрақ, екінші сұрақ болды, жаңағы мемлекет тарапынан қаржы бөлінгеннен кейін біздің болашақ түлектеріміз неге жаңағы жекеменшік секторда жұмыс істейді. Жекеменшік сектор дегенімізде сондай әңгіме бар, бірақ жекеменшік сектор дегеніміз ол тек қана жалпы жекеменшік компаниялар емес, оның ішінде қазақстандық компания, мемлекеттік қатысуымен. Егерде 36%-дан жоғары болатын болса, ол жекеменшік компания деп саналмайды ол. Саналмайды. Акционерлік қоғам? Сол көптеген акционерлік қоғамдарымыз, соның ішінде мемлекеттің қатысуы 50%-дан асады, мысалы, акцияларын қараса. Ол дегеніміз мемлекеттік компаниялар. Жалпы енді біздің жекеменшік секторды дамыту керек. Менің ойымша, мысалы, оған да үлкен мән беру керек. Мысалы, біздің қазір 2050 стратегиямызда елбасымыз, мысалы, жаңағы предпринимательство, жаңағы жаңа орындарды жасайтын азаматтар, жаңа бизнес жасайтын азаматтар туралы айтып кетті. Ол біздің экономикамыздың жаңағы драйвері болады деді. Ол дегеніміз бізге жас жаңағы бизнесмендер керек. Болашақ ішінде болашақ түлектеріміз арасында да сондай бизнес жасаған адамдар бар. Уақыт көп алмайық, себебі жаңа кешігіп бастадық қой. Ең үлкен бір мәселе қояйын деп отырғаным, көрермендер де осыны сұрап отыр. Осы болашақ бағдарламасы қандай өзгерістер енгізілді? Дұрыс. Ең үлкен қазіргі мәселе. Енді ең үлкен өзгеріс ол ең бастысы бізге мемлекетке қандай кадрлар керек, қандай мамандар керек. Ең бірінші сол қазір. Соны дайындау. Бірінші ол мемлекеттік бағдарлама, президенттің бағдарламасы. Соның ішінде көбірек техника саласынан, солай ғой деймін? Ең басты көңіл сол техника салаға бөлініп жатыр. Жалпы 94-ші бас жылдан алсақ, алғашқы жылдары техникалық саласы бойынша тек қана 15% өтетін болған. 2004 жылға дейін. 2004 жылдан бастап уже 35%-ға техникалық саласының мамандары өсті саны, болашақ түлектерінің арасында. Ол дегеніміз сол инженерлік, техникалық, медициналық және ғылыми педагогикалық кадрларды әсіресе сол болашақ бағдарлама аясында дайындау керек. Сол мақсат бар, біздің жоспарларымызда сондай көзделген. Тағы да қандай өзгеріс?
тағы да өздері енді мынау бакалавриатты жібермейтін жатырмыз ғой, енді кейбір мамандықтар болмаса кейбір мамандықтар болғаннан қалғанын біз жібермейміз. Өйткені Астанада біздің өзіміздің университетіміз құрылды, ғылыми зерттеулік университет. Ол жердегі сапа, білімнің сапасы шетелден кем емес. Көптеген біздің шетел профессорлар келіп, қазір дәріс оқып жатыр сол жерде. Мен өзім сол Назарбаев университетінде көп 3 жылдай жұмыс істедім, сол себептен оны жақсы білемін ол жағдайды. Одан кейін енді үлкен өзгеріс жаңағы неге санға емес сапаға көңіл бөлу. Жалпы жаңағы өзі іліктеу этаптарын жақсылап қарау, жаңағы кейбір жерін қатайтып, жаңағы нелерді, тіл мәселелерін жаңағы жалпы жаңағы қазақша тест, психологический тест, сол дәл іліктеу кезеңдерін қайта қарап, оларға жаңағы жаңа тесттер дайындау. Соның ішінде жалпы ең талантты, ең дарынды, ең мықтылары болашақ бағдарламаға өту мүмкіндік жасау керек. Сіздер сараптама жүргізіп шығарсыңдар. Мына балдар қанша бала оқи алмаған балдар бар ма? Бар. Өкінішке орай ондай жағдай бар. Болашақ 10 мың адамды айтып кеттім ғой. Соның ішінде зәл өз еркімен болашақ стипендияның жаңағы бас тартқандар қаражатты қайтып төлеп жатыр. Бас тартқанда олар қаражат өтелген жоқ, қаражат болған жоқ оларда. Мысалы жаңағы басы жағдайымен байланысты бара алмады. Ондай жағдайлар бар. Оның ішінде жаңағы оқиға алмай қалғандар да бар. Олар мысалы қазір 40 бізде жағдай 40 не бармыз, 40 кейс дейді. Сол ішінде олар бәрі өз тарапынан өтеп жатыр. Қаражатты мемлекет тарапынан жіберілген қаражатты. Қалғандары осы 3-4 адам осы сот арқылы міндетті түрде қайтару деген шешім қабылдады қазір. Тағы да телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Мына болашақтың 20 жылдық мерекесімен сіздерді құттықтаймын. Рахмет. Менің бар сұрағым. Мынау менің балам болашақ бағдарламасымен оқып келген. Енді осы жазда бітіріп келді. Лондонда, Англияда, Колдж деген қалада экономика мамандығы бойынша оқыды. Енді келгенде июньде келді, содан бері мінекей күні бүгінге дейін баламызда жұмыс жоқ. Сол жақтан ешқандай көмек болмай тұр. Рахмет сұрағыңызға. Мен осы мәселенің кезінде депутат болып жүргенде көтергенмін осы мәселені. Қазір де бар екен осындай жағдайлар. Ондай жағдайлар бар. Мен жаңа айтып кетейін. Көп нәрсе баланың өзіне де байланысты шығар деп ойлаймын. Байланысты, сосын бұл сезондық жағдай. Сосын бұлар кеткісі келмейді ғой Алматы, Астанадан көбісі. Ондай да жағдай бар. Енді мен айтып кеттім, жаңағы мақсаттық түрде жаңағы жұмыс беретін мекеме жіберген өтініштер бойынша олар міндетті түрде қайтып бару керек. Қайтып бармаса, шарт ережелерін бізбен жасамайды сонда. Ол себебі отработкасы болмайды да. Енді жаңағы жалпы жұмысы жоқ азаматтарды алсақ, енді біздің базымызда ондай мониторинг жүргіземіз. Соның ішінде біз 20-24 адамымыз сондай бар, солармен жұмыс істеп жатырмыз. Енді бұл сезондық жағдай 3 айдан 6 айға дейін жұмыс іздеуде болады жалпы, ол статистика бойынша. Мен өз басым Америкадан, ақш-тан келгеннен кейін 3 айдай жұмыс іздедім. Енді өз тарапымнан барша әрекет жасадым. Өзімнің резюмемді жіберіп, қарастырып, барша сайттарды қарап, сосын осы біздің үкімет жанындағы ұлттық сараптамалық орталығына жұмысқа тұрдым. Сол менің бірінші жұмыс орным болды. Сол менің ойымша сондай жаңағы жағдайлар болса, бізбен міндетті түрде хабарласу керек. Біз өз тарапымыздан көмегімізді жасаймыз. Телефон айтасыз ба? Телефонымыз 69-50-36. Осы телефонмен хабарласып, жаңағы біздің түлектерімізбен жұмыс істейтін бізде отдел бар. Сол отделмен хабарласамыз да, вакансия болған жерлерге резюмелерді жіберіп, өз атымнан хатымды жіберемін. Жалпы сондай көмек жасаймыз. Тағы да қандай өзгерістер бар? Өзгерістер енді мамандық, бізде приоритетті мамандықтар тізімі бар. Соны қайтан қарап, қандай мамандықтар бізге керек екен, мысалы мемлекеттік органдардан олардың заявкаларын қарап, кірмеген мамандықтарды жаңа тізімге кіргізу. Соның ішінде осы индустриалды инновациялық даму бағдарлама бойынша, мемлекеттік жаңағы біздің бағдарлама бар, білім және ғылым саласындағы бағдарлама бойынша, тағы басқа үлкен осы
мемлекеттік бағдарлама аясында дайындайтын керек кадрларды сол тізімге енгізу. Осы жылдың соңында сондай тізімді біз қабылдаймыз. Мен тағы да осы сіздің бағдарламаға байланысты ма, жоқ па, білейін деп едім мен. 3 айға, 4 айға жіберетін оқулар бар ғой. Тағылымдама дейді оны. Осыған айта кетсеңіз, қандай мамандықтар? 2008 жылдан бастап ғылыми тағылымдама деген бағдарлама пайда болды. Ол дегеніміз научный стажировки. Көбінесе сол ғылыми педагогика кадрлар біздің оқу орындарынан сол бағдарлама бойынша жіберілді. Сол 2011-2012 жылдан бастап осы тағылымдама бағдарламасы өте қатты өсті. Қазір осы стажировкаға ғылыми педагогика кадрлар тек қана емес, жалпы инженерлік техникалық, медициналық кадрлар қатысуға болады, оларға мүмкіндігі бар. Осы заводта істейтін инженерлер, емханаларда жұмыс істейтін дәрігерлеріміз осы стажировка бойынша 1 айдан 12 айға дейін стажировкаға өтуге мүмкіндігі бар. Соның ішінде шетел мемлекеттерінде, тек қана орысша сөйлейтін мемлекеттер емес. Тағы да телефон сұрақ бар екен, ағай жалғастырайық. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло. Иә. Сәлематсыздар ма? Уалейкум сәлем. Мен бүгін енді телевизордан сіздерді көріп, үлкен мерекелеріңізбен құттықтағым келіп отыр. Менің өз бір аналық рахметімді айтқым келіп отыр. Себебі осы болашақ бағдарламасына үлкен рахмет айтып, елбасының осындай бағдарламаны жаңағыдай енгізіп, осындай балдарымыз шетелде оқып, үлкен білім алып келгеніне көп рахметімді айтып. Біздің заманда шетелде оқу түгіл, шетелде көрмеген едік қой біз. Жоқ, мына қазір отырып алып мақтанамыз, балдарымыз осылай. Балам мен келінім осы болашақ бағдарламасымен Англияда Йорк қаласын бітіріп келген. Йорк қаласын бітіріп, сол жақта жақсы білім алып, содан сол жақтан бір-бірін тауып, үлкен отбасы болып, қазір осы қыркүйек айында бір-бірімен семья құрған. Ұмытпаңыз енді, кішкентайлы жатқан кезде бізді шақырыңыз. Болашақ бағдарламасы арқылы. Болашақ бағдарламасына үлкен рахметімді айтқым келеді. Елбасына рахмет қой ең бірінші. Балалар оқып жүріп, уже соңғы курстарында резюмелерін жіберіп, Қазақстаннан жұмыс орындарын тауып, мектеп университеттерін бітіріп келгенде, бұлар уже нелерін жұмысқа уже белгіленіп, оқуды бітіріп келген бойда жұмысқа алынды. Көрдіңіз ғой неке? Міне қандай. Рахмет сізге. Рахмет. Жаңа алдындағы соққан апаға байланысты көптеген осы біздің стипендия иегерлеріміз осы Қазақстанның бітпей жатып жұмысты жіберіп, өз тарапынан талап болса болды ғой енді. Әрине, Қазақстанда мүмкіншілік өте көп. Қаншама жаңа орындар, жұмыс орындары ашылып жатыр, жаңа жобалар бар. Тағы да қандай мамандықтар жіберуге болады бүгінгі күнде? Енді елбасы осы мына техника жағына көбірек мән беріп жатқан сияқты меніңше. Дәл солай, қазір мысалы бізде экономистер, юристтер жеткілікті бізде Қазақстанда. Біз экономика жаңағы юриспруденция саласында өте аз жібереміз қазір. Көбінесе сол техника мамандықтар. Бірақ кейбір мамандықтар заңгерлер де керек бізге. Бар, соның ішінде халықаралық мысалы құқық, сол мамандық бойынша біз жібереміз. Бірақ көбінесе сол айтып кеттім, жаңағы біздің жаңағы энергетика саласы, телекоммуникация саласы, инженерия саласы, сосын жаңағы космические технологии дейді, ол саласында бізде көптеген мамандықтар қарастырылған. Космос деп кеттіңіз ғой, кеше маған Талғат ағаның сөзі ұнамай қалды маған. Саған ше? Баршамызға ұнамады. Менің ойымша көптеген біздің болашақ түлектеріміз елімізге үлкен пайда әкеліп жатыр, басқа салаларда жұмыс жасап жатыр. Жаңағы подобную гребенка дейді, ол дұрыс емес. Көптеген түлектеріміз шын жүрегінен патриотты азаматтар өз ең жақсы білім алып, Қазақстанда жұмыс жасап жатыр. Мәдижан, сен жаңа мен сұрап едім, осы түлек бітірген бүгінгі танымалы Қазақстанға деген азаматтарды мен біліп отырмын, кімді айтатыныңды мен біліп отырмын. Бірақ елбасының бір айтқан ұсынысы бар еді, жылда бір ноу-хау болу керек. Жаңалық. Дұрыс. Шенеунік емес. Бізге жаңалық керек, техникада, медицинада, басқасында. Осы азаматтар бар ма? Соның ішінде мен өте қуаныштымын. Бұл осы болашақ бағдарлама бойынша көптеген біздің жас азаматтарымыз осы саяси емес, жаңағы ғылыми мамандықтар бойынша оқып келді. Соның ішінде мысалы Назарбаев университетін алсақ, Назарбаев университетте қазіргі заманда 200-ден астам болашақ түлектер жұмыс істейді. Соның ішінде 90% ол ғалымдар, жас ғалымдар, биотехнологтар, генетиктар,
энергетик саласының ғалымдары, сол қазір олар жаңағы энергетикалық зерттеу ғылым орталығында жұмыс істеп жатыр, өмір ғылым туралы орталығында жұмыс істеп жатыр. Соның бұл дегеніміз біздің Қазақстанымыздың осы ғылымымыздың жас элитасы. Біздің болашақ дейсіз ғой барлығы. Ғылымның жаңа буыны Қазақстанның, менің ойымша. Тағы да қандай жаңалықтарыңыз бар? Жаңалықтарымыз енді ертең қалай өтеді десе? Енді ертең 1700-ден аса қатысушылар болады. Біздің астанамыздағы тәуелсіздік сарайында болады. Елбасының қатысуымен көбінесе 1500-1600 қатысушылар ол біздің болашақ түлектеріміз. Барша болашақ стипендиаттарымызды және түлектерімізді күтеміз. Баршасы көбісі осы аймақтардан келейін деп жатыр. Біз барша түлектерімізді шақырдық. Күтеміз ертең. Енді форматы осындай жаңағы доверительный беседа дейді ғой, біздің елбасымызбен бір аудан әкім бар ма бізде? Болашақ? Бар. Бар ма? Бар. Аудан әкімі? Бар. Болашақ аудан әкімдері бар. Облыс әкімдері орынбасарлар бар, мен білемін. Облыс әкімдері де. Оны елбасы кезінде өз тапсырма берген. Мен аудан әкімдерінің арасында бар ма деген. Осы форумда көбінесе біз жаңа беттерді, жаңа болашақ түлектерін көрсеткіміз келеді. Барша саласы, техникалық саласында жұмыс істеп жатқан. Мысалы бізде жаңағы титано-магниевый кабинет Өскеменде, сол жерде жұмыс істейтін главный инженер, біздің жаңағы сельский учитель дейді, ауылдағы мектепте оқып біздің жаңағы дәріс беріп жатқан болашақ түлегі, соларды көрсету. Жаңа қоғамдағы стереотипті жою. Тек қана осы болашақ бағдарламасы бойынша тек қана бастықтардың балалары болады деген стереотипті жою. Қарапайым халқымыздың балалары 2005 жылдан бастап барша елімізге, барша шетел мемлекеттерге, 33 мемлекеттерге жіберілді. Рахмет. Бүгін көзқарастың қонағы болған Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің халықаралық бағдарламалар орталық акционерлік қоғамының президенті Ғани Нығметов. Келесі аман сау болайық. Рахмет.